ағымдағы жылдың желтоқсан айының 6 жұлдызы мен 12 жұлдызы аралығында республика көлемінде заңсыз келуші іс-шарасы өткізілді. Яғни іс-шара барысында Шымкент қаласы Жангелдин көшесінің бойында шет елінің азаматтары тоқтатылып тексерілді. Тексеру барысында Түркия елінің азаматтары өз Қазақстан Республикасына келген соң визалық мерзімдері өткендігі анықталды. Аталған оқиға бойынша Әл-Фараби полиция басқармасына келіп, оларға қатысты әкімшілік жауапкершілікке тарту мақсатында хаттама толтырылып, Шымкент қалалық әкімшілік сотына жолданды.